Қайырлы кеш қазақ елі. Бүгінгі тақырып бүгін 14 тамыз 2024 жыл. Әлеуметтік желіні ашып қарасаң, таңның атысынан күннің батысына дейін жазып атқандары мынау олимпиаданың қорытындысын жариялап жатыр. Жұрттың бәрі келетті, барлығы қазақты өзбекпен салыстырады. Палау жейтін өзбек 8 алтын, ал қазы қарта жейтін қазақ 1 алтын деп айды аспаннан бірақ шығарып отыр. Жалпы бұл адамның жегенде емес қой. Жалпы осыны өзбек өз ағам, сарт садағам деген тақырыпты таңдадық. Ондағы мақсат сол Өзбекстан Республикасында туылып өсіп, нан жеп, суын ішіп, оқуын оқып, 28 жыл Өзбекстанда тұрған қазақ ретінде 19 жылдан бері Қазақстанда көшіп келіп, Астана қаласында тұрақтаған сол іштей жақсы білетін Өзбекстанның тілін, мәдениетін, жалпы Өзбекстанның қалыптасуын, тарихын өте жақсы білетін қазақ ретінде айтып берейін. Енді тарихқа жүгінетін болсақ, өзім тарихшы ретінде айтайын. Сол 1465 жылдары қазақ хандығын құрып жатқан Керей мен Жәнібек Шайбани ханға айтып, өзбек болғысы келетінде сіздің артыңызға ерсін, қазақ болатындар осы жерде қалсын деп, сол қазіргі Өзбекстанның территориясына өзбек болатындар сол жаққа кетті. Қалатын жер, ал жалпы қазақ пен өзбек бір емшектен бөскен, ауылы аралас, қойы қорылас, ғасырлар бойы бірге өмір сүрген түрік ұлттан өлім шыққан, тіліміз, дініміз, әдет ғұрып салт дәстүріміз бір халықпыз. Оны мойындау керек, тарихымыз бір. Сондықтан оны ала қойды, ала қырқып, бөтен сүреп өзбекті, сол үшін қазақ айтады, өзбек өз ағам, сарт садағам дейді. Енді бүгінгі қазаққа келетін болсақ, кеңес одағы болып, кейін ыдырап, 30 жылдан астам өз бетінше жеке өмір сүріп жатқан Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының ара жігін мен сол жақта туылып өскендіктен салыстырып көрейік, жер мен көктей. Енді кеттік. 30 жылдың аясында Өзбекстан мемлекеттілік, жаңағы ұлттық мемлекетті құрып үлгерді. Мемлекеттік тіл өзбек тілі, басқа орыс тілі, ресми тіл деген мүлдем түсінік жоқ. Сосын Қазақстандағыдай ассамблея Қазақстан деп өзге ұлт өкілдерін қолапаштап, олардың тілін, дінін, әдет ғұрып салт дәстүрін дамытайын деген ол шықтаса түсіне кірмеген, өзбек халқы оны түсінбейді. Ассамблея народа Өзбекстана деген мүлдем жоқ. Әрі қарай кеттік. Адамдарды алдайтын ломбард, нотариус, банктер қаптаған Қазақстанда көше толған, дәріханалар мен асханалар толып жатқан Өзбекстанда мүлдем жоқ десек, артық айтқандық болмас. Ломбард түбегейлі жоқ. Валюта айырбастайтын жер тек мемлекеттік өзінің банктері. Біздің Қазақстан секілді жаңағы биені бүгімен түйен түгімен бір мемлекеттің қаржысын тонап шетелге қашып кетіп, офшор тығып, сол жақта емін-еркін өмір сүріп жатқан қаншама қазақтар 30 жылдың аясында біз көріп те отырмыз. Басы анау Назарбаевтан бастап барлығы шетінен парақор, ұрықор екен бәріміз білеміз. Ал ондай түбегейлі Өзбекстанда жоқ. Ислам Каримовтың кезінде де, қазір Шавкат Мырзаевтың де мемлекеттің бюджеттен тышқақ түсетін ақшаны ұрлай алмайсың. Ұрлаған күннің өзінде шетелге қашсаң, Интерполмен, ұлттық қауіпсіздік қызметі, милли қауіпсіздік қызметі деген өзім істегендіктен беске білем, кез келген мемлекеттен суырып алып, экстрадициялап, оны соттайды, немесе маңдайынан атып тастайды. Міне, заңы қатал. Енді жалпы Қазақстанда мен 2003 жылы ағамды, туған ағам Құттымұратты Павлодар облысы Шарбақты ауданына көшіріп алып келген кезде, сол кішкентай ғана аудан орталығының өзінде қарттар үйі бар екен. 66 қарттың 6-ауы өзге ұлт өкілдері, 60-ы сол жерде туып өскен қазақтың өздері, кемпір мен шалдар сол жерде отырғанын көріп жағам ұстаған. Алаңыз тынған ел екен дедім, өз ауылында қарттар үйінде сол бала шағасы сол жерге апарып, қарттар үйіне әке шешесін тастағанын көріп, қазақ осыншалықты есінен адасқан ба деп таң қалдым. Ал Өзбекстанда қарттар үйі мүлдем жоқ десек болады, тек Астанасы, Ташкент қаласында өзге ұлт өкілдеріне арналған қарттар үйі бар. Оны бірде-бір өзбектің ойына түсіне кіріп шықпаған, ата-анасını өлдем тастамайды өзбек халқы. Сосын өзінің балаларын шетелге сату, не болмаса одан қаржы жасау, органге сату деген түбегейлі жоқ Өзбекстанда. Ол сататын болса маңдайынан атып тастайды. Бізде бетімен кеткен ел шетелге сатып, олар кейін өскеннен кейін қайтып келіп, әке-шешесін таппай жүрген бәріңіз білесіздер. Одан кейін әрі қарай, сосын Қазақстанда болашақпен оқып келдік, үйтті, біздің қаржымызды көбейтеміз, атаң бас, болашақпен оқып келген кезіндегі Әнуар Сайденов, Григорий Марченко, Қайрат Келімбетов дегендер ұлттық банкты басқарды, Данияр Ақышев дегендер. Туталақайын шығарып,
қазақты кредитке тығып, ипотекаға тығып, маңғыт аузыңа саңғыт деп қашып кетті ақырында. Енді әрі қарай кеттік. Ұлттық мемлекетті құрамыз деп өзбектер құрып алды, латын әрпіне өтіп алды. Бірде-бір өзбектің қызы ашық-шашық киінбейді. Бірде-бір өзбектің қызы Ташкенттің ортасында темекі шегіп, арақ ішіп, лағып жүрмейді. Ал қазақтікін айтпай-ақ қойын. Бұл жердегі мақсатымыз қазақты жамандап, өзбекті мақтау емес. Мен шындықты айтып жүргеннен кейін, шындықты көрген адам ретінде айтып отырмын. Әрі қарай кеттік. Одан кейін бірде-бір өзбек өз баласын шетелге не басқа жерге сатпайды. Қарттар үйі жоқ біздікіндей. Бізде қаптаған қарттар үйі, сәбилер үйі, оның өзін шетелге ғана сатады, өзінің қазағына бермейді. Әрі қарай кеттік. Жаңағы спортсмендердің келетін болсақ, спортсмендердің барлығында біздегіндей 100-ге руға бөлініп алып, сыбайлас жемқорлық, анаған пәтерін тартып алу, ондай спорт саласында түбегейлі тәртіп бар. Білдем ондай нәрсе Өзбекстанда жоқ десек болады. Сосын жаңалықтарына келетін болсақ, ақпарат деген бар. 28 жылда мен Өзбекстанда бірде-бір өзбек өлді деген былай тұрсын, көшеде кетіп барады, бір өзбектің мұрны қанады деген естіген жоқ жаңалықтан. Мүлдем айтылмайды. Қана батқан шығар, өлтіріп жатқан шығар, бірақ олар айтылмайды. Ұлттық медиада айтылмайды, телеарналардан хабар бермейді. Бұл жерге 2005-те көшіп келгенде Құдай сақтасын, автобусқа соғысып, пойызға соғысып, ұшақтар құлайды. Тіпті жаңа погран шекарашылардың басшылары вертолетпен кетіп бара жатып 28 бір-ақ күнде өлді. Жаңағы шекарашы Вячеслав Челахов 14 шекарашы атып тастады. Жаңағы Шымкенттен шыққан 56 өзбек автобуста кетіп барады, Ырғыздың тұсында Саратовқа кетіп барады. Қыстың күні жанып кетті дейді. Құдай сақтасын, бір қасап шыққан, қасапхана іспеттес Қазақстан. Ол жамандаған емес, ол күнде көріп отқан, сіздер де білесіздер. Өз баласын терезеден лақтырып жіберіп, артынан секіріп кету. Ондай Өзбекстанда жоқ, кешіресіз. Өз баласын тастамайды. Ешкіммен мақтанбайды, өзімен өзі тып-тыныш өмір сүріп жатқан өзбек халқы. Бірде-бір өзбек өзінің ана тілін білмейтін өзбек жоқ емес. Бәрі ана тілін біледі. Тек өзбек тілінде сөйлейді. Біздікіндей қаласа орысша сөйлейді, қаласа жоғары оқу орнында ағылшынша, қараса француз, жапон, енді қыркүйектен бастап Қытай тілін үйретеміз деп шала білініп, кім көрінгеннің артына еріп кете беретін бейшара халық емес. Соны біліңіздер. Одан кейін қарап отырсаңыз, жаңағы адамдарды алдайтын неше түрлі діни секта, неше түрлі иегово, кришнаиттер, салафит, вахабист, террорист, қырт-сырт қаптаған діни, альхамдулилля, машалла, иншалла деп жүрген бірде-бір өзбек жоқ Өзбекстанда. Бәрі ата-бабамыздың баяғы Ханафи мазхабында ұстаған, тып-тыныш өзімен өзі өмір сүріп жатқан халық. Енді әрі қарай келетін болсақ, кез келген саласында мемлекеттік қызметкер ету оларда мақтаныш іспеттес. Өте мақтанады, отанын, елін, жерін, ана тілін өлердей сүйеді әр өзбек. Мен өзбекпін, өзімге бекпін дейді. Мен өзбекпін, өзімге бекпін дейді. Ешкімге бағынғысы келмейді. Ұлттық патриоттық сезімі орасан зор, айрықша, ерекше. Көріп отырсыз ғой, спортшылардың еңбеккер таңғы 6-дан тұрып алады. Келіншектері, қыз келіншектері бірден үйінің алдын сыпырып, жуып шайып, ыдыс-аяқ сағат 9-10-ға дейін жұмысын бітіріп, ерте тұрған қатынның бір сартық, ерте тұрған жігіттің бір сартық деген секілді таңертеңнен тұрады. Ал қазақтың көп жастары, басқасы көрсеңіз, қыз келіншектері түске дейін ұйықтайды. Түнімен Инстаграмда отырады. Кім көрінгенге қайдағы жайдағыларды айтып, бір-бірімен шаш жұлысып, ұрысып, қырылысып, пікір жазысып, қайдағы жайдағыларды айтады, және жыныстық қатынаста былай үйтіңдер, бүйтіңдер деп бірде-бір өзбектің қызы айтпайды. Өйткені үйіндегі ата-анасы тәрбиелеп отыр. Біздің қазақтың қыздары хиджаб киіп алғаны бар, киіп алмағаны бар, аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып жатыр, тәлім тәрбиеден жұрдай. Осының барлығына әсер етеді, ұлттық рухты асқақтатып мерей істеу ету үшін. Сондықтан жаңа спортсмен дзюдоистка жаңа Диора Килиорова деген айтып отыр. Жапонияға барып, сол дзюдодан 1961 жылы дзюдодан олимпиадаға кіргізу үшін жапондар бар күш қуатын салып, сол дзюданың шыққан отанына барып, машықтанып, солармен пікір алмасып, бірге күресіп, сөйтіп барып, олимпийский чемпион, күндіз-түні қара терге түсіп, спорттың арқасында мен міне дүние жүзіне танымал болдым деп жатыр. Арасында да ол спорт ешкімді аямайды, ең мықты 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпарын алып шығады. Ол барлығы айдан-анық күнде жарық дүние. Сондықтан бұл жерде өзбектің еңбегі орасан зор екенін ол айтпаса да түсінікті, төрткүл дүниеге мойындатып отыр. Біздің қазақты көріп отырсыз, тым жақсы. 2000 жылдардан бастап Бекзат Саттархановты, кешегі Ермахан Ибраимовты, жаңағы Бақтияр Артаевты, жаңағы
Бақыт Сәрсекеевті барлығын олимпийский чемпион қылған Тұрсынғали Еділов деген ақсақалды қуып жіберіп, Алматы облысында еден жуып, қайдағы бір спорт неде ақсақал 70-тің екеуіне келген ақсақал соны сөйтіп тентіретіп жіберді. Айтжанов деген өзі орнына келген, түк бітіре алған жоқ. Бірде-бір боксер нешінші орын алғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Ау, неге сен жеңіліп қалдың десе, Алланың қалауы сол шығар дейді. Бұл жерде Алланың не қатысы бар? Сөйтсек, барлығы салафит ағымына түсіп кеткен. Өкінішке қарай осылай. Біздің қазір кім көрінгеннің артынан жүгіріп кете беретін бір ерме ұлтқа айналдық. Шаумен, тойлап, әлі шуылдатып жүрміз. Бұл үшін қазақ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығар, бір адамның баласында, бір қолдың саласында бірлік ынтымақта ұлттық рухты асқақтатып мерейін үстем ететін жаттықтырушыға дайындау керек. Ұлтын, елін, жерін, қазағын сүйетін адамдарды алып керек. Алыстан алаш келсе аттанамын. Қазақ боп туғаныма мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ. Неге мен қазақтықтан сақтанамын деп Міржақып Дулатов айтқандай, ұлтын, жерін, одан көзінен от жанып тұру керек қой. Ал қазір бүгін апарған адамдардың барлығы селқоз, самырқау, әйтеуір болса 5, болмаса 25 деп әйтеуір басын салбыратып, кім көрінген осындайдан кешірес чемпион шықпайды. Кәдімгі бапталған, айғырдай, кәдімгі бірінші келем деп басқан ештеңені ойламайтын адам барса біріншіні алады деген ойдамыз. Өйткені төрткүл дүние ақымақ емес, бәрі білім ғылым өркениет дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан бұны мен айта кеткен себебім, біле жүрсін, көре жүрсін, біреу білсе, біреу білмес. Кейбіреулер айтуы мүмкін, ой, Қазақстан саған ұнамаса Өзбекстанға көшіп кет деп айтатын ақымақтарға айтарым. Мен осы жерге келгендегі мақсат, өлсем өлігім Қазақстанда қалсын, қазағым жерімде осы жердің қызына үйреніп, содан ұрпақ сүйіп, өсіп өніп отырған қазақпын. Сондықтан айтарың, ондай комментарий жазсаң жаз, жазбасаң, мынау айтқандарыма өкпелеп жүрсең, өкпен қақайырсын. Мен шындықты бетке айтатын Махамбет Өтемісұлының ұрпақтарымыз. Кіші Шөмекейіміз, кезінде өзім туралы айтқанмын. Алтымын таразыға салынбаған, қылышпын қынабынан алынбаған. Шөмекеймен дөй тұранды кеңестің ер ұлымын, бейне бір жанған оттай жалындаған деп жырлаған. Сол сияқты кіші жүздің ішінде Шөмекей дөйттен тараған Әлімбет Балқор руынанбыз. Сондықтан біле жүрсін, көре жүрсін деп салыстырмалы түрде қарасаңыз, бәрі айдан анық күннен жарық дүние. Пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар. Көріскенше күн жақсы, сау, саламат болыңыздар.